Қарбыз көпшілік жақсы көретін жазғы жидектердің бірі. Ол түрлі дәрумендерге бай және адам денсаулығына пайдалы. Барлық адам сүйсіне жеп, жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан екен. Оның құрамында А, В6, С дәрумен топтары бар. Сондай-ақ антиоксиданттар, аминокислоттар секілді пайдалы компоненттер де кездеседі. Ыстық күндері қарбыздың маңызы тіптен арта түседі. Видеоның соңына дейін көріп, қазақша контентке қолдау білдіріп, каналға жазылып лайк басып белсенді болыңыздар. Сіздердің болмашы әрекеттеріңіз бізге шабыт сыйлайды. Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы көп. Диетологтар қарбызды құнды диеталық тағам ретінде ұсынады. Алайда күніне 2-3 килограммнан артық қолдануға болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын қасиеті бар екенін дәлелдеген. Қарбыз денсаулыққа пайдалы. Қарбыздың түріне қарамастан, келесі жолдарда сіз осы дәмді тағамды рационға қосуыңыздың бірнеше себептерін таба аласыз. Қарбыздың пайдасы келесідей. Ауруларды азайтады. Қарбыз бұл А дәрумені. Құрамында болатын каротиноидты ликопенге бай тағам. Оның қызметі антиоксидант болып табылады және ол көптеген жемістер мен көкөністерге қызыл сарғыш түс береді. Ликопен әртүрлі аурулардың алдын алуымен байланысты. Артериосклероз, простата, сүт безі, өкпе, қуық, аналық без, тоқ ішек және ұйқы без қатерлі сияқты аурулардың алдын алады. Қатерлі алдын алуға көмектеседі. Алдыңғы тармақта көріп отырғанымыздай, бұл жеміс қатерлі ауруларының алдын алуға көмектеседі. Бұл тұрғыда ликопен пайдалы болып қана қоймай, ең маңызды қосылыс болып табылады, әсіресе ас қорыту жүйесінің канцерогенді аурулары үшін. Бұл зат сонымен қатар қатерлі ісік жасушаларының өсуіне көмектесетін, немесе инсулинге ұқсас өсу факторын азайтуға көмектеседі. Осы тағам құрамында болатын Е дәрумені ісік жасушаларының өсуіне тежейді. Көруді жақсартуға көмектеседі. А дәрумені біздің көру қабілетіміз үшін өте қажет, өйткені ол торлы қабық пигменттерінің дамуына ықпал етеді және макулярлы дегидрация, түнгі соқырлықтың алдын алуға көмектеседі. Құрамында лютеин және зеаксантин бар. Жеміс көру қабілетінде қорғаныш әсерін тигізеді. С дәрумені сонымен қатар катаракты даму қаупін төмендететін антиоксидант болып табылады. Бұлшықет ауырсынуын азайтады. Жаттығудан кейін қарбыз шырынын ішу бұлшықет ауырсынуын болдырмау үшін және де қажет болған жағдайда азайту үшін өте қолайлы. Бұл бұлшықет ауырсынуынан қорғайтын амин қышқыл L-цитрулинаны бөледі. Зерттеуде қарбыз шырынының жаттығулар алдында тұтыну бұлшықет ауырсынуын 24 сағатқа дейін төмендететінін айтқан. Жүрек ауруының алдын алады. Түрлі зерттеулер қарбызды тұтынудың жүрек ауруының алдын алатындығын анықтады. Олардың бірі осы жемістің цитрулин және аргинин арқасында инфаркттың алдын алудағы рөлін көрсетеді. Шын мәнінде қарбыз сығындысы бар өнімдерді табуға және зерттеулер көрсеткенде оларды тұтынатын адамдар қан қысымы мен жүрек стрессінің айтарлықтай жақсаратынын көрсетеді. Аргинин сонымен қатар азот оксидінің ізашары болып табылады. Ол қан тамырларын босатып, қан ағымы үшін қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Арықтауға көмектеседі. Қарбыз дененің сымбатты әрі сау болуына көмектеседі, өйткені ол аз калориялы жеміс. L-аргинин метаболизмді жылдамдата және майды жоғалтуға көмектеседі. Қабынуға қарсы әсер. Алдыңғы тармақтарда айтқанымыздай, бұл жеміс ликопендерге бай. Ол жоғарыда аталған артықшылықтардан басқа көптеген зерттеулер көрсеткендей табиғи қабынуға қарсы. Каротиноидтар тобына ликопен қабынудың оң әсері жағынан ең жақсы, тіпті бета-каротинға қарағанда. Терінің денсаулығын жақсарту. Қарбыздың маңызды компоненттерінің бірі коллаген. Коллаген синтезі өте қажет С дәрумені. Бұл терінің сау көрінетіндігін білдіреді. Сондай-ақ А дәрумені әжімдер мен күннен түскен дақтарды емдеуге өте тиімді, ал күйген жүндер өте маңызды. Бұл витамин жасушаларының регенерациясы үшін қажет және терінің кейбір ауруларынан, мысалы витилгодан сақтайды. Шаштың денсаулығын жақсартады. С дәрумені мен коллагеннің болуы тері үшін ғана емес, шаш үшін де маңызды. Бұл оның нашарлап кетуіне жол бермейді. Қайызғақты, ұштардың бөлінуін азайтады. Цитрулиннің, демек аргининнің арқасында қарбыз шаштың өсуіне ықпал етеді. Сонымен қатар организмде азот оксидінің болуын арттыратын бұл қосылыстар дененің әртүрлі аймақтарында, соның ішінде бас терісінде қан айналымын жақсартады.
сүйек үшін пайдалы. Тағы да ликопен сүйектерге жақсы әсер етеді және тотығу стрессін төмендету арқылы оларды мықты ұстайды. Сондай-ақ қарбыз калийге бай, ол кальциймен бірге сау сүйектер мен буындарды қолдайды. Қарбыз шырынының зиянымен қолдануға болмайтын жағдайлар. Қарбыз шырынының да өзге азық-түліктер сияқты қолдануға болмайтын жағдайлары болады. Оны панкреатит, сусамыр, ішек түйілу немесе несеп тоқтамау сынды диагноздары бар адамдарға тұтынуға болмайды. Қарбыз шырыны бүйрегінде тасы бар адамдарға пайдалы және бір жағынан зиянды болуы мүмкін. Және сол тастарды шығаруға көмектесуі мүмкін, бірақ үгітіліп үлгермеген үлкен тастарды орнынан қозғалтуы да мүмкін. Сәби, яғни емізулі баласы бар аналарға бұл шырынды абайлап ішу керек, өйткені бұл сәби ішінің бүруін тудыруы мүмкін. Қарбыз шырынның өндіру өнеркәсібі әлі күнге дейін дамымаса да, оны өз бетінше дайындауға болады. Есесіне шырын отбасы мүшелерін пайдалы дәрумендермен қамтамасыз етеді. Қарбыздың медицинада қолданылуы. Ресми медицинада қарбызды тек дәнегі қолданылады. Одан алынған май сығындысы бүйрек ауруларын емдейді. Аталған май зәр қышқылы немесе несеп айдауға тез әсер етіп, бүйректі құмнан тазартады. Алайда бұл дәрі-дәрмекті дәрігердің арнайы нұсқаулығымен ғана пайдалануға болады. Қарбыздың майегі мен қабығын көптеген елдер халықтық медицинада игілігіне жаратады. Жоғарыда айтылғандай, мұнда ең алдымен қарбыздың несеп айдау әсері бірінші кезекте тұр. Емшілердің айтуынша қарбыз ісінуді, жүрек және бүйрек ауруларын, гипертония және іш қатуды жеңілдетеді екен. Ал Қытай медицинасы қарбызды организмнен барлық ауруларды алып тастайтын салқындатқыш құрал деп жатқызған. Сондай-ақ қарбыздың қабығынан майегінен жасалған қайнатпа мен компресстер терідегі жараларды емдеуді тездету үшін қолданып, дәнегінен шай дайындалады. Халық медицинасында қарбызды және де шемен сары ауруларға қарсы қолданады. Дәнегі, қабығы мен шырыны бөлігі дәрілік мақсатта қолданады. Шырыны жаздың күні шөл басу үшін де пайдаланады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп жүргізуге көмектеседі. Ертеде халықтық медицинада қарбызды дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған екен. Қарбыз бүйрек бауыр ауруларына, таз, тұз, ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Және ол темірге бай. Яғни қаназдық анемия кезінде пайдасы орасан зор. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға, атеросклероз ауруына көмектеседі. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қан диабеті ауруларымен ауыратындардың ас мәзірінде қарбызды қосуды ұсынады. Және семіздікпен күресетін дәрігерлер арналған қарбыз диетасы нәтижелі болған. Безгек ауруына шалдыққандар да қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің көру қабілетіне, мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамында С, А дәрумендері адам ағзасына орасан зор пайда келеді. Қарбыздың қабығы мен бас ауруын лезде жазып алуға болады, ал дәнін қайнатып сусын ретінде қолдануға да болады. Видеоларды жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Келесі кездескенше сіздерге пайдалы болды деген үміттемін.